Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге қалампырдың пайдасы туралы айтатын боламын. Кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтірер жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып та келеді. Қалампырдың бір жылдық және көп жылдық сұрпы аз емес. Оның Азияда, Африкада, Еуропада шөп және бұта болып өсетін 300-дей түрі бар. Солардың бұрынғы КСРО жерінде шығатыны 80-ге жетеді. Өсімдік топтап өседі. Гүлінен эфир майы алынады. Қалампырдың бірнеше түрі декорация ретінде теплицаларда, құмыраларда өсіріледі. Кейде шала бұта түрінде де кездеседі. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі. Бойының биіктігі 15-50 сантиметрдей, жапырағы таспа немесе қандауыр тәрізді болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Қалампырдың емдік қасиеті жоғары. Халықтық емде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күні 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. 13 ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы эвганол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамында эвганолы бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға болады. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынандай дәрі жасауға болады. Әйнегі ыдысқа жарты шай қасық қалампырын тағын, жарты шай қасық кокос майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткасымен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдануға болады. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізесіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазтқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларын да қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сындырып жағасыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қан диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттер арқылы салқын тию мен тұмау кезінде де тез сауыңызға септігін тигізеді.